Облыс орталығында Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетовтің қатысуымен елбасының Қазақстан жаһандық нақты ахуалда өсім реформалар даму атты жолдауы талқыланды. Шаһар басшысы еліміздегі қиыншылық кезеңнен елбасы алға қойған 5 мақсат міндеттерді орындау басты міндетіміз екенін атап өтті. Марат Тасмағамбетов жауапты органдарға жұмысы тоқтап қалған кәсіпорындарды іске қосуды, индустрияландыру картасы аясында салынатын нысандарды бақылауда ұстауды, шағын бизнесті дамытуды, күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасын мониторингілеуді жалғастыруды тапсырды. Сонымен қатар өңіріміздің дамуы жайында айтып, атқаратын жұмыстарға тоқталды. Елбасының барлық жолдаулары саяси өмірде стратегиялық маңызды болып табылады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нақты тапсырмалар мен міндеттерді орындау туралы баяндап өтті. Ұлт көшбасшысы жүргізіп келе жатқан саясат бүгінде көпшіліктің көңілінен шығып отыр. Егеменді еліміздің алға қарай қадам басуы нақты іс-шаралар мен болашақты батыл болжаудың арқасы. Нұрсұлтан Әбішұлы халыққа жолдауында 2017 жылдан бастап жаппай техникалық білім алу тегін болатынын атап өтті. Техникалық мамандықтар бойынша білім беретін мекеме басшылары бұған өте қуанышты. Елбасының жастарды жұмысшы мамандықтарға деген ынтасын арттыруда техникалық білім ордаларының үлесі зор. Біз ұстаздар үшін елбасының жұмысшы мамандықтарды дамытуға көңіл бөлгені қуантады. Техникалық мамандықтың болашағы зор. Өйткені елбасы айтқандай барлығы жұмысшылардың еңбегінің арқасында. Зиксто жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүк вагондарды жасап шығаратын Қазақстандағы танымал зауыттардың бірі. Елбасы жаһандық дағдарыс аясында қаражатты үнемдеп сапалы жұмыс істеуді тапсырды. Зауыт басшылығы енді қаражаты аз жұмсалатын жаңа жүк вагондарын жасаймыз деп отыр. Зауыттың 1736 жүк вагоны барлық Қазақстан ТМД-да жұмыс істеуде. Вагонның барлығында Қазақстанда жасалған, Петропавлда жасалған деп жазылған. Бұл отандық өнімнің танымалдылығын арттырады. Жиында сөз сөйлеген спикерлердің барлығы елбасы қойған мақсат міндеттерді орындауда жұмыла жұмыс атқаратынын атап өтті.